Дүниетану. Сабақтың тақырыбы: табиғат және менің қауіпсіздігім. Табиғи ортада қандай қауіп-қатерлер бар? Оқу мақсаты: түрлі дереккөздер негізінде табиғи ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және бағалау. Сен ТЖ немесе ЧС дегенді естіп жүрсің бе? Әрине, күнделікті өмірде естіп жүрміз. ТЖ дегеніміз төтенше жағдай дегенді білдіреді. Ал ЧС дегеніміз орысша чрезвычайная ситуация деген мағынаны береді. Адамның тұрмыстық өмірінде кей жағдайда өте қауіпті жағдайлар орын алады. Адамның өміріне қауіп төндіретін авариялар түрлі. Машиналардың соқтығысы, ұшақтардың құлауы, кемелердің суға батуы сияқты оқиғалар. Індет, яғни түрлі вирусты аурулардың таралуы және табиғи апаттармен сипатталады. Қазіргі таңда дүние жүзінде коронавирусқа қарсы төтенше жағдай жарияланды. Біздің елімізде де осындай жағдайға байланысты әртүрлі шаралар алынып жатыр. Індетке қарсы тұру мақсатында оқшаулану жүргізіліп жатыр. Адам өмірін сақтап қалу бірінші орында. Енді төмендегі суреттерге зер сал. Мұнда табиғи апаттар, яғни табиғи катаклизмдер көрсетілген. Бірінші суретте орманның өртенуі. Ол табиғи катаклизмге жатады. Және су басуы, су тасқыны. Ол табиғи катаклизм болады. Жер сілкінісінің нәтижесінде тұтастай қалалар мен үй-жайлардың қирауы, ол үйінділердің астында адамдардың қалып кетуі де үлкен зор апатты оқиға. Сонымен қатар шаңды дауылдар. Олар да адам өміріне, елді мекендерге, жануарларға, құстарға, тірі жан біткеннің барлығына да өте үлкен зиян келтіреді. Олардың өмірін де жалмауы мүмкін. Сондықтан да табиғат тарапынан болатын өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, құрғақшылық және шаңды дауылдар табиғи катаклизмдерге жатады. Бұларды адамдар қолдарымен жасамайды. Ол табиғаттың өз салдарынан болатын апаттар. Осындай жағдайлар болған кездерде елде төтенше жағдай жарияланады. Ал мұндай кезде адамдар бір-біріне көмек қолын созады. Еріктілер, яғни волонтерлар көмекке келеді. Сонымен қатар төтенше жағдай қызметіндегі адамдар да бар көмектерін аямай көмектеседі. Табиғаттағы алапат құбылыстарды катаклизм деп атайды екенбіз. Оған жаңа айтқанымыздай өрт, жер сілкінісі, су тасқыны, таудан селдің жүруі мен қар көшкінінің қозғалуы, құрғақшылық және дауылды желдер жатады. Кей уақытта төтенше жағдайды адам баласы өз қолымен де жасайды. Мысалы, ауаның, топырақтың, судың ластануына адамдар өздері кінәлі. Адамдар өз өмірлеріне өздері қауіп төндіреді. Былтырғы өңірімізде болған судың ластануынан Жайық өзеніндегі балықтардың қырылып қалуы, ол да төтенше жағдайға алып келді. Яғни, тірі ағза балықтардың өзен суының ішінде өлуінің себептері зерттелді. Ал оған себеп болған адамдардың өндірістік лас суларды суға жіберуінен болған. Міне осындай төтенше жағдайларды адам да өз қолымен жасайды екен. Сондықтан да адам баласы өзге суды, ауаны, топырақты ластамауды ойлауы қажет. Тапсырма. Қатты дауыл жел тұрған кезде сен қалай қорғанар едің?
қорғану ережесін жаз.